Биыл күрең беретке 97 үміткер бақ сынаған болатын. Олардың 34-і бірінші кезеңнен өте алмады, қалған 66 үміткерді 65 шақырымдық азапқа толы ауыр сұрақтар күтіп тұр. Күрең берет үшін күрестің шешуші кезеңі. Таң әлі қылаң беріп үлгерген жоқ. Тып-тыныш қараңғылықты бұрыннан күрең берет егер атанғандардың таш тұрс еткен қару бұзып жіберді. Бұл жорық алдында үміткерлерге берілген дабыл болатын. Бір күн бұрын мандаттық комиссияның оң шешімін алған абадан жігіттер апыл-ғұпыл сыртқа жүгіріп қорғаныс шебін құрды. Осылайша ұлы жорық алдындағы жауынгерлерді бір жүгіртіп алған төрешілер шешуші сынақтарды қабылдауға дайын екенін аңғартты. Арнайы жасақ жауынгерлері мінген көлік межел жерге жеткенде, іштегі жігіттер десанттық тәсілмен жерге секіріп қорғаныс қалпын сақтап тұра қалды. Көп өтпей топ-топқа бөлінген үміткерлер сөре сызығына келіп қаз-қатар сап түзеді. 65 шақырымдағы алғашқы сынақтың бірі ол 5 километрді уақытқа жүгіру. Үміткерлер 25 минуттың ішінде үлгеру керек. Қару-жарағымен сондай-ақ керекті құрал жабдықтарымен жүгіргендіктен үміткерлерге оңайға түспейтіні анық. Старт берілгені сол-ақ екен. Тыпыршып тұрған желаяқ жігіттер жайоғындай жылт етіп мәреге қарай ұмтылды. Бәрі де бұл сынақта аталған шақырымды белгілі уақыт аралығында бағындыру керек екенін жақсы біледі. Осы жерге дейін жете алмағандар қаншама. Сол себепті жанұшыра жүгіреді. Сынақтың бел ортасына келгенде ешкімнің саптан шыққысы жоқ. Таң самалын кеудесімен кескілеп, аяқ алысын кең, адымы нық басқан нар жігіттердің барлығы дерлік бұл нормативті ойдағыдай орындап шықты. Міне, осыдан кейін бұларға дамыл жоқ. Бір кедергіден соң бір кедергі алдарынан кес-кестеп шығады. Желе жортқан жігіттер енді бір тұста жазық даланы артқа тастап, таулы тасты мекенге табан тигізді. Ойлы-қырлы жерлерден орғып өткен оғландар ойысқа қарай ойысты. Жауынгерлер қазір ілеге бет алып барады. Солай сағын сындырып көрмек. Кейбірі буырқанып одан ары сынақты жалғастырады, ал кейбірінің салы суға кетеді. Айтпақша осы нүктеге дейін 6 үміткер сынақтан шеттетілді. Іле-шала ілеге қойып кеткен қатысушылар қолдарындағы қаруын биік ұстап, белден асатын мұздай суды шіміртпестен кешіп өтті. Қызып келген денемен салқын судың табысуы көз қызықтырғанымен көңіл тотықтыратын сәт еді. Сулы және батпақ таумақты кешіп өту бұрыннан бері салмақты тапсырмалардың бірі. Абырой болғанда сарбаз жігіттер сыр алдырмады. Су киімін сығымдап сәл-пәл реттеліп алған қайтпас қайсар жігіттер өрге қарай өршелене жүгірді. Дамылсыз жүгірістен төрешілердің түртпегі қайта басталды. Келесі кезекті үміткерлер 400 метр төңіректе алдыңғы шепте шабуылдау бойынша дағдыларын көрсетті. Бұл енді аса қиындық тудыра қоймайтын, бірақ алдағы алыс жолды ұзарта түсетін сынақтардың бірі. Одан қалды от пен судан, тау мен тастан асқан азаматтарды біресе отырғызып, біресе тұрғызып әбден сүлесоқ етеді. Жауынгерлердің дұрыс тактикалық қозғалыс қимылдарына қарайды, мән береміз соған. Егер жауынгер үміткер өзінің тактикалық қимылдарын дұрыс көрсетпеген жағдайда үміткер өз жерден сынағын тоқтатылады. Жоталы жердің төбесіне шыққанда қаннен қаперсіз келе жатқан мықтыларға ор қазу бұйырылды. Жерге шынтақтай жатып топыраққа сұғылған күрегін байыппен сермеген жігіттер сенімді қимылдай білді. Бродқа дейін қиын болды, бродқа дейін. Жақсы келе жатырмын. Осы жылы күрең берет егері болам, құдай қаласа. Бұның қиындығы жатып қазу керек, өйткені алдынан тұтқиылдан оқ жаудыруы мүмкін. Бұған 25 минут уақыт беріледі. Жарты сағатқа жетпейтін уақыт ішінде әрқайсысы ұзындығы 170, ені 60 сантиметр болатын ор қазып шықты. Зачет. Бұл жерде оңай нәрсе жоқ. Әр шақырым қиын. Күшті барынша үнемдеп, жаттығу нүктелерінде үнемдеп жұмсау керек. Әлде ал талай шақырым жол бар.
қаруласынған топты жақындастыра түсетін тағы бір тапсырма жарақат алған қаруласын 15 метрге дейін сүйреп өту нормативі. Бұл жерде олар жаралы жанды сүйремес бұрын алдымен медициналық көмек көрсетуі шарт. Дәл осыған ұқсас нормативтердің бірі бауырмен жорғалау. Бір қараған жанға қаруын қолының үстіне қойып, жер бауырлап жылжу оңай көрінеді. Әсте олай емес. Мұның азабын талай шақырым шаң жұтып, алқымы тарылған, әлдәрмен азайып болдыра бастаған адам ғана түсінеді. Иығыңда немесе жамбасыңды көтеріп көр. Көк желкеде төніп тұрған төреші сапарыңды осы жерден тоқтатуға дайын тұр. Осындай ауыртпалық салдарынан саусақпен санарлық қана секундқа кешіккен кей үміттер қатардан шығарылып жатты. Қиындық мұнымен біткен жоқ. Кезекті кедергіні артта қалдырып, алға ұмтылған азаматтар келесі нүктеде басына газға қарсы тұмылдырық киіп, жүгіруге мәжбүр болды. Себебі олардың жолын түтін торлап тұрды. Арнайы жасақ жауынгерлері осы секілді қиын қыстау сәтте сауатты қимылдап, жол бойынан сытылып шығуға тиіс. Арынғатты азаматтарымыз бұл сынақты шыбын шаққан құрлы көрген жоқ. Өрт жалмаған аумақты да артқа тастап ұмтылумен келеді. Сөйтіп олар дөңнен дөң, қырдан қыр сайсаланы қалдырмай басып озды. Енді 10 шақырымнан кейін оларды үлкен үзіліс күтіп тұр. Ол үшін баһадүр жігіттер кеш батпай тұрып түнемелік орынға жетіп алу керек. Бұл мақсатта оларға қиын соқпады. Құмды жолды табанды жүріс, үздіксіз жүгіріс ұмыттырып жіберді. Жігерлі жігіттер діттеген межеге түс ауа жетті. Күреңберет сынағының басым бөлігін абыроймен өткерген жігіттердің жүзінен нұр байқалады. Бір-біріне дем беріп, демеу болып жүр. Біз қазақ теңеумен теңейміз. Бұл іріктеліп шыққан абадандар деп есептесек болады. Бұл абадандар өзінің қайсар мінезімен, шыдамдылығымен, өзінің жігерлігімен осындай деңгейге жетіп отыр. Өзгелерден оқ бойы озық шыққан жігіттердің өмір жолдары да өздері де ерекше медерсіз. Тіпті олардың арасында ағалы інілі бауырлар да бар болып шықты. Бауырым, келіпсің ғой. Бір үйдің екі баласы екі түрлі топта болса да сын сағатта сынбай, қазір қайрат танытып түнемелік орнында кезікті. Жорықта жүріп бір-бірінің тағдырынан бейхабар болған екеудің қуанышында шек жоқ. Күреңберет сынағы бел ортасына келді. Ертеңіне белбеу, не бел кететін күн. Жарты күнде 50 шақырым еңсерген үміткерлер қазір түнейтін орынға келіп жайғасып жатыр. Күреңберетке бір табан жақындағанмен арқаны кеңге салуға әлі ерте. Түнгі қосыннан шыққан жауынгерлер ту көтеріп ақтықсынға бет алып барады. Кешегі күннен құр сүлдері қалған 10 сабаз келе сала оқ-дәрі тасымалдауға кірісіп кетті. Бас көтермей сүйрелеп жүрген қорапта жеңіл емес, салмағы 25 келі. Олар оқ толы қораппен қоса өздерінің арман мақсаттарында сүйреп келеді. Қол созым жерде тұрған Күреңбереттен айырылмас үшін бар күшін салады. Бұдан кейін оларды кедергілер алаң күтіп тұрды. Жауынгерлер қаруласына қарайлай жүріп кедергілерді бағындыру шарт. Жұп жазбай, жүгірген жауынгерлер осы жерде бірлік танытпаса, бұған дейінгінің бәрі бекер. Себебі екеуінің бірі жолда қалса, сынақтан екеуі де шеттетіледі. Сондықтан да олар биік қабырғаға бір-бірінің көмегімен өрмелеп, бір-біріне дем береді. Бұл тактика жауынгердің жанындағы сергіне деген сенімді нығайту үшін қажет. Сенім бар кезде ғана тағдырлас тарланбоздар жолындағыны жайпап өте алады. Бұлар да сөйтті. Олар жоңарқаға түскен салмақты ғана емес, жанға батқан жайсыздықты да тең бөлісті. Сөйтіп соңғы нүктеге қарай жақындай берді. Олар тәтті үміттің дәмін татып үлгерген еді. Өйткені Күреңберетке сәл ғана қалды. Сол күш оларды жетелеп отырып бораған оқтың астына салды. Осыдан кейін асау сезім бойды билеп, асығып аптыққан азаматтар қаз-қатар тізіле қалды. Қазір олар үшін нағыз сын сағаты туып тұр. Өздерімен бірге алып жүрген қарудан оқ атылуы тиіс. Сақылдап тұрған автоматтар кезекті бір үміткерге келгенде күрмеліп қалды. Екінші мүмкіндікте атылмаса, төккен тер зая кетіп, Күреңберет көзден бұлбұл ұшады. Үмітпен үрей торлаған ойда автоматтың дауысы естілді. Төрешілер тулаған жүрекке тыным берер емес. Тықсырған күйі шаңы шығып жатқан шаршыланға келді. Сынақтың ақтық сәтінде үміткерлер бір-бірімен күш сынаспақ. Жігіттер кешелі бері барын салды. Жұмсалмаған тек жұдырық қана қалған еді, оны да сарп етті. Үміткерлер қазір шаршалаңда айла мен айбар көрсетіп жатыр.
қарша бораған соққаға төтеп берсе болғаны. Күрең берет егер атанады. Былғары қолғап киген жауынгерлер 3 минуттан 3 раунд төбелеседі. Ал қарулас қарсыласына жанашырлық танытып, жайбасарлық көрсетсе төрешілер айыппұл тағайындайды. Мұндайда айыбыңды ақшамен өтей алмайсың. Жазаңды беру үшін күрең беретін киген тың жігіттер топ ете қалады. Әлгі бір әдейі уақытын созған әрекетің үшін күрең берет иелері алдында жауап беруге тура келеді. Солай болды да. Осылайша үміткерлердің үкілі үмітін ауыр соққыда тиген жұдырықта үркіте алмады. Жігерлі жауынгерлер күрең беретке лайықты болып шықты. Күрең берет тапсыру кезінде әрбір ойлар болды. Аяқ тартылу, әрбір дене күшінің кетуі, моральдық жағынан кетеді. Сол кезде менде мотивация болды. Бір ғана мен қызымның 1 жасқа толуы осы маған өте қатты мотивация болды. Осы күрең беретті қызыма арнаймын, ер намыстық, жігерлікті осы қызыма арнаймын. Қазір міне соңғы этаптан шығып тұрмын. Аллаға шүкір, қуаныштымын. Алдағы арманымды, мақсатымды орындадым. 56-54 әскери бөлімнің саптық алаңында сынақтан сұрыпталған 13 жауынгер, ішкі істер министрінің орынбасары, ұлттық ұланның бас қолбасшысы генерал-майор Аңсаған Балтабековтың қолынан күрең береттерін алды. Бұл олар үшін өмірдегі ең айрықша күн болды. Жеңімпаз жігіттердің арасында жоғарыда біз атап өткен ағайындылар да бар еді. Олар күрең берет иеленген бауырлар ретінде тарихта қалды. Екеуміз келеміз деп уәде беріп, осы жолды өттік. Елімізге 13 күрең берет болса, біздің үйімізге 2 күрең берет болып тұр. Қандай сезім деп бәрі сұрайды. Сезім дегенде оны сөзбен қиын айту. Күрең берет үшін тағайындалған сыйақыда, сыйлықта жоқ. Бұл бас киім сонысымен қастерлі. Себебі мұнда ақшаға да, алтынға да сатып ала алмайтын намыс, жігер, рух бар. Келесі күрең беретте кездескенше. Мақсат Насыр, Абай Жұмабекұлы, Жанболат Кенжеғұл, ұлттық ұлан.